общем, ағайын, үйге келсем, мынау телевизор істемей қалыпты. Мамам айтады, дауысы шықты, бірақ экран көрсетпейді дейді. Ол деген сөз мен енді миыма келді, мына жерде микроволновка тұр ғой бізде. Микроволновка шашқан кезде телевизордың походу кетіп қалып бір нәрсе. Егер дауысы шығып тұрса, значит бұның экран примерно көрсетіп тұр, просто яркость етіп қалған ғой, походу диод. Екі шетіндегі диод ма или үстінде ма, артында ма, қай жерде тұратын білмеймін. Қазір ашып көреміз. Жасау керек. Енді бірінші рет жасайын деп отырмын мына телевизор. Істеле ма, істелмей ма, пока айта алмаймын, но қолдан келгенше көреміз. Wi-Fi, Bluetooth модуль, антенна мандай болады, мне кажется. Интересно, да? В общем, ағайын не таптым. Диодтарды тексеру үшін мультиметрді на диодқа қоямыз. Сосын каждый диодтың ортасында на это көріп тұрсыздар ма, андай не тұр. Короче, открытый поле тұр, соған қазір диодтың тексеретін несімен, тексеретіне қойып тигіземіз екеуін екі жағынан. Кәне негатив тұр, ну. Значит, бұл істеп тұр деген сөз. Күйіп кетсе күшті болады. Что-то қосылмайын деп қой, значит, полярность басқаша ғой. Ага, жанды потребление 150-160 миллиампер, 3 вольт. Пайклеп болдым, в общем. Болдым дегенде қалай болдым? Бір лентан ғана болдым. Былай пайклеп шықтым. Мен оның ішінде диодтар жаңа шешіп алған. Сол, мен мына жер пайклеп. Бәрін тексеріп шықтым сразу. Екінші күн. Короче, уже мамин істемеген нәрсем жоқ. Неше түрлі диодтар салып көрдім. Былай да жалғадым, параллельно да жалғадым. Короче, бәрі істедім, вообще болмады. Мынандай диодтарды салдым, күйіп кете береді. Хотя напряжениесі кернеуі 3-2 вольт. Сонан өзінің диодтары көйтті басқаша болып тұр ғой. Мен не істедім? Барында диодтан сатып қойдым. Кеше ғана видео түсіріп отырдым, 9000 теңге эконом деп. Телкемнен шықты сол 9000 теңге. Ладно. Көреміз дальше. Аллилуйя, ағайын, неужели? Мына жерін, короче, тоғын кішкене бүйтіп пайкледім. Потому что мына жерін үстіп салған. Соответственно, мына жағында солай. Мыналарды енді экспериментке пайдалану керек қазір. Ойлаңдар, 3 вольт 1,5 ватт ол деген страшно, но фонарик істеуге болады. 1,5 ваттпен. Biz Kore'damiz. Осы мемлекеттен контент түсіріш деп сұрағандар көп. Мархаба. Корея KZT эфирде баршаға ассалаумағалейкум. Кореяның автоиндустриясы мен мәдениет туралы айтамыз. Ал көрейік.